Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әлқисса әдеби сазды бағдарламасының бүгінгі қонағы Екібастұз қаласы Атығай ауылдық мәдениет үйінің ұйымдастырушысы Болатбек Шаланов, дәстүрлі әнші, домбырашы бауырымыз. Болатбек, қош келдің Әлқиссаға. Ат көлігің аман жеттің бе? Аллаға шүкір, аман келдік. Жақсы. Рахмет, Болатбек. Өзіңді де міне өткен жолы шарада көріп, сосын бір саған қолқа салып, осы Әлқиссаға келіп, Жарлығап берді атамыздың бір әнін орындап берсең деген бір ұсынысымызда бір ауыз сөзімізді жерге тастамай бүгін бізге келіп отырсың. Бүгін біздің бағдарламамызда өткен жолы Сұңғатпен болған Жарлығап бердің Ардақ деген әнін осы жерде әуелетіп айтып, соның біраз әр жақ бер жағында әңгіме қозғаған болатынбыз. Бүгінде сол Жарлығап берді атамыздың 175 жылдығына арнайық деп отырмыз осы бағдарламамызда. Енді өзің Жарлығап берді атамыздың бір әнін ала келдің бе, әлде сол кісінің бір репертуарынан ба, сол жайында қандай шығармамен келіп отырсың, сол туралы айта кетсең. Енді біз жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Жарлығап берді атамыздың 175 жылдығы, сол үлкен кеш өтті. Содан Шама деген ән бір, оны Жомарт Қабдыкәрімұлы ағамыз бар, әріптесіміз. Сол кісі домбыраны қолыма беріп, сенің дауысың баритон ғой, осы әнді сенің қолынан келеді, осы әнді сені шығарды келсін. Бұл әнді қалай шығарамыз? Мен өмірі естімеген ән. Одан естейтіміз әтеуір Шаманың әнін шамасы келген айтады деп. Айтам, ойбай, оған мен шамам келемін. Кешегі ана өзіміздің Ербол Айтбай ағаларымыз айтып жүретін бұл әнді. Сол өзі естіп бір таң қалатын, мен ой, мынау керемет ән екен деп. Сосын көрейік, шығарып көрейік. Сен үйрет, мен үйренейін дедім. Сосын Жомарт ағам үйретті сөйтіп. Болса бұлай айтасың, мен жердің бұлай айтасың деп. Шаманы енді шынында да өзің айтқандай шамасы келетін адамдар айтады дейді. Шынында да бұл бір күрделі ән. Күрделі ән. Өйткені Жарлығап берді атамызда мықты әнші болған ғой. Жаңағы ерте кешегілер айтады, ауылды айтқан кезде көрші ауылды естиді, ол кешегінің әңгімесі ғой, бірақ көрші ауылды естімесе де бүкіл ауылды еститіндей сонда бір керемет дауыс болған. Осындай әндерді шығарған ғой. Енді бұл бірақ Шаман, жаңағы Жарлығап бердінің әні Шама дейді. Бір жерлерде Шаманың әні Шама дейді. Енді ол спорный, оның таласқа түсіп тұрған ән. Қазір бір таразының бір бүйтіп бір сол шаманы қай жаққа қарай, кімнің шамасы қайда жетеді, сол жаққа қарай аударылып кетуі мүмкін ғой. Бірақ енді тарихи деректерде сол Шама Нұрұлы деген кісі аса көп кездеспейді деген әңгімелерді де естиміз. Енді Жарлығап берді енді елдің аузында жүрген үлкен әнші ғой, бұл кісі үлкен бір мектеп қалыптастырған осы жаққа. Ол кісінің шәкірттерінің бірі мына Қали Байжановтың өзі өте керемет әнші болған даусымен осы Шаманы сол кісі қандай қылып айтады, керемет қылып орындайды. Сол Қалидан кейін Шаманы сол Қалиша сол Шамада айтатын адам осы өзің айтқан жаңағы ұстаздарың Ербол Айтбаев. Ерекең Шаманында өзінің бір мәнерімен жаңағы біздің өңірге тән сондай бір салмақты қылып айтады да, жаңағы салмағымен бір қара жерді бір қозғалтатындай қылып, бір сондай қылып, әннің несін салмағын көрсетіп айтады. Керемет орындайды. Сол енді бұл әнді шынында да енді ол Жарлығап бердінікі болуы да мүмкін. Өйткені анау өткенде Сұңғат айтқан ардағы қандай жалпы әндері күрделі ғой. Жарлығап бердінің әндері көбінесе конкурстың әндері ғой. Дауыс деген керек онда. Затаевичтер, Ахмет Жұбановтар үлкен баға беріп кеткен ғой. Әндердің асылы Ардақ, жаңағы Топай көп. Сол әндерге қарағанда Шама Жарлығап бердінің әнін ау деймін деп бір ойлаймын кетеді. Сөздері де мысалы бір толықсыған, өзінің бір деңгейіне бір жеткен композитордың, ақынның айтатын сөздері. Мынау әнді құрылымы бәрі енді сондай бір салмақты, әбден бір
өзінің бір толықсыған адамның шығарған әніне ұқсайды енді. Ал енді Шаманың бір деректерге оқысақ, Шама Нұрұлының 18 жасында қайтыс болып кеткен деген дерек бар. Оны мына Ерлан Төлеутай өзінің зерттеуінде жазады. Ол енді 18 жасында қайтыс болып кетсе, ол кісі бұндай әнді шығаруы қалай деген бір ойда келеді. Енді қалай болса да бұл енді зерттеушілер зерттеп бір жағына қарай шығады деген ойдамыз. Енді біз енді өзіңді әнші болғасын, өнерде жүргенсің, құлақ қағыс болып осындай бір дүниелерді қарастырып жүресіңдер ғой. бір құлақтарын түрік жүреді бұндай жерге. Сондықтан енді оның бәрін уақыт көрсетер. Иә, уақыт. Иә. Ал Болатбек, енді мынау Шаманы қайтеміз енді? Шаманы ойнаймыз ба? Көрейік енді. Көрермендеріміз Шамасы келген айтады деді ғой. Иә, шамамыз келгенше орындап ал. Жақын таудан асып шапақтап қызыл тілін нұрын шашып ақшамның қараңғысы болған шақта ақ ұрып табысадай өншең қашып Оз үйден таң алдыңнан күйеу шығар артымнан қалар жарай бетін басып Ойнама ақ тілек тау арта салып, айрылар таң күрбей амандасып. Келгенше енді айналып, кім бар кім жоқ үй қалқа, тілінде кел аузында ашып, тісімен сары мойнының жаудырасын, тілімен жан шөлімді ұғандырасын. Айбатпен сотқа кірген прокурордай шашына таққан шомыл шалдырасын, жанышқан ұясынан балағаздай үй қалқа, екі көзін жаудырасын, ай жарық тереземнің дәл түбіндей, төсектен түмбіл шашын салбырасын, жанышқан ұясынан балағаздай, қалқата екі көзін жаудырасын, қадада дилдай, дилда дилдай, қадада дилда 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 қарарарау 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 ой қаралалалай деп бұл енді Жомарт ағамыздың үйреткен ән. Ой, шіркін, Жәкеңді бір енді мықты әншілердің бірі ғой. Иә, бір жақсы өнерпаз ғой ол кісі де. Тамаша, енді бұл Шама деген ән, бұл енді өзінің көрермендерімізді көріп тыңдап осы әнді шамасын көріп отырған шығар. Енді бұл әннің қаншалықты күрделі ән екенін, сондықтан өзің әжептәуір жақсы меңгерген екенсің. Қысқа уақыттың ішінде меңгердің ғой деймін осы әнді, иә? Бір-екі күнде шығарылған ән ғой бұл. Иә. Біз енді оқу бітіргеннен кейін өтірік айтпай қойып, біз тоймен кеттік, халтурамен кеттік. Баяғы дауыс жоқ. Кішкене дәстүрлі әннен кішкене алыстадық қой біз. Енді ол қайтып келгенің жақсы ғой бәріне. Қайтып келген жақсы, иә. Дәстүрлі әнге, бұл ән енді қазақтың қасиетті өнері ғой. Адамды өзінен алыстатпайтын, бір сондай жаныңмен бір сырласатын домбыра деген нәрсе. Оның үстінде осындай Шама сияқты керемет әндер тұрғанда қайтып бірден Шаманы алған қиын. Не қылса да құласаң нардан құладып. Бұл енді шында да өзі жаңа мен тыңдап отырдым, қарап отырдым. Жақсы, тамаша. Енді ерекеңдердің айту деңгейіне енді уақыт жеткізеді ғой оның бәріне. Иә, алла. Бірақ мені енді 5 деген баға қоя аламын. Тамаша. Жарылғапберді атамыздың да бір арбаға бір аунап түсіп жатқан шығар. Сондықтан өзіңе бүгінгі іс-шарамызға осы әнді алып келгеніңе көптен көп алғысымызды айтамыз. Рахмет. Тағы да осылай әлқиссамызға бір ұсыныс түсіп жатса,
өзің ат басын тіреп тағы да келіп кетесің деген ойдамыз. Алла жазса енді басымыз аман, деніміз сау болса міндетті түрде. Болатбек, өзіңе рахмет. Бір ауыз сөзімізді жерге қалдырмай келіп көрермендерімізге осындай бір тамаша әнді орындап бергенің үшін. Құрметті көрермендер, осымен Әлқисса әдеби сазды бағдарламасы өзінің соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ұлттың мәйегі ол дәстүрі мен өнерінде, сондықтан дәстүрімізді, өнерімізді қадірлеп жүрейік.